Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қызылшадан қызарып шығатын осындай керемет сорпа борщ дайындаймыз. Ең алдымен кез келген етімізді салқын суға салып пісіріп аламыз. Көбігі шыққан кезде міндетті түрде көбігін алып, көбігі шыққан сорпаны бір рет төгіп жіберіп, қайтадан жаңа су құятын болсаңыздар, сорпаның түсі мөп-мөлдір әдемі болып шығады. Етіміз піскен соң үстіне қырыққабатымызды саламыз. Жақсылап араластырып, барлығын салмасы дайын болғанға дейін біздің қырыққабатымыз пісіп дайын тұра береді. Келесі салмасына пияз, сәбіз және қызылшаны қосып, осылай алдын ала теркадан табаға бірден өткізіп алған болатынмын. Содан кейін барып үстіне сұйылмайды құйып жібердім. Сіздер бірінші үккіштен өткізіп, барлығын бірінен соң бірін салсаңыздар да болады. Қақпағын жауып сәл қуырып аламыз. Біздің салмамызды кішкене қуырылғаннан кейін үстіне томат пастасын саламыз. Томат пастасын салғаннан кейін біздің борщымыздың түсі қанық қызыл түс болады. Сол себепті томат пастасын саламыз. Барлығын жақсылап біркелкетіп араластырып, қақпағын жауып кішкене қуырып аламыз. Осылай қуырылып болғаннан кейін үстіне салқын су немесе сорпасында құйып беруге болады, немесе ыстық суды құйып жіберсеңіздер болады. Қақпағын жауып баяу отта пісіріп аламыз. Келесі біздің қырыққабатымыз пісуге тақап қалған кезде осындай картопымызды алып үстінен салып жібереміз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Барлық салмамыз, қырыққабат картопымыз піскеннен кейін осы салманы қайнап тұрған біздің сорпамыздың үстіне араластыра отырып салатын боламыз. Міндетті түрде осындай салмасын бөлек ыдысқа қуырып алатын болсаңыздар, сонда сорпаның түсі қанық болып шығады. Салмасы мен қырыққабат картопымыздың барлығы піскеннен кейін осылай бір-біріне біріктіріп, соңында піскен етімізді майдалап турап, біздің сорпамызға қосатын боламыз. Етімізді салып болғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұзын саламыз. Тұзды тым көп салып қажет емес, себебі тым ащы болып кетсе біздің борщымыз дәмсіз болып шығады. Сәл ғана тұз салсаңыздар жеткілікті. Мінекей біздің борщымыз осымен дайын. Тез дайындалады. Жасалуы да оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.